Баршаңызға сәлем. Таңның атысы, күннің батысы көзіміз телефоннан босамайды. Бұлай салмақ салу көздің көруіне кері әсер етеді. Салдарынан көру қабілетіміз нашарлап, көзіміз тала бастайды. Бұл әдістер әсіресе күні бойы компьютермен, телефонмен достасып жүрген оқушыларға, студенттерге өте қажет. Көзіңізге бүгін күтім жасамасаңыз, онда көру қабілетіңіз төмендейді. Көздің құрғауы, көздің жасаурауы, су қараңғылық, алыстан көрмеу секілді көз аурулары белең алады. Көздің көруін жақсартатын тағамдар: сәбіз, ақжелкен, аш жапырақ, салат жапырағы, қызанақ, шалқан, ақжелкек, кептірілген жеміс, қара жидек, көк жидек, итмұрын, шабдалы, бал, грек жаңғағы. Бұдан басқа құрамы А және В6 дәрумендері мен мырыш, фосфор және хром элементтері бар азықтарды көбірек жеңіз. Әсіресе сабақ дайындайтын кезде сәбіз жеңіз. Сәбіз алысты көрмейтіндерге, конъюнктивитке, көздің талып ауруына жақсы ем болады. Ал грек жаңғағы көздің жасаурауына тоқтау салады. Мейлінше үй тапсырмасын орындаудан алдын бір дана сәбіз бен 5-6 дана грек жаңғағын жеуді әдетке айналдырыңыз. Ал сабаққа кірісетін кезде бір шыны бал қосылған шай ішсеңіз, пайдасы керемет болмақ. Одан бөлек халықтық жолмен де көздің саулығын жақсартуға болады. Ащы шоколад көздің өткірлігін арттырады, әрі алыстан көруге қырағы етеді. Осы кереметке ие болу үшін күнде бір плитка ащы шоколад жеңіз. Шоколадтың құрамындағы флавоноид атты антиоксидант көздің саулығын арттыруға септігін тигізеді, қабынуды болдырмайды, әрі жанарыңыздың жасаурауына нүкте қояды. Бал мен шай көздің қабынуына ем. Ол үшін бір шыны қою демделген шайға бір шай қасық бал араластырып, әр көзіңізге 5 тамшыдан тамызасыз. Ем кезінде жайланып жатқаныңыз жөн. Бал және алоэ шырыны көздің талғанына ем. Бірдей көлемде бал мен алоэны араластырып көзіңізге тамызасыз. Емді қолдану үшін алоэнің 2-3 жылдығын кесіп алып тәрелкеге саласыз. Ыдысты 10-12 күнге тоңазытқышқа қою керек. Белгіленген күннен соң жапырақты езіп шырынын аласыз. Дайын болған шырынды бір десерттік қасықпен күніне 3 рет қабылдайсыз. Емді тамақтан 30 минут алдын қабылдау керек. Немесе аталған шырынға тазартылған су мен балды араластырып, көзіңізге тамызыңыз. Емді 2 аптадан 4 аптаға дейін қабылдасаңыз, жанарыңыз жасара түседі. Қырық буын тұнбасы көзіңізді тынықтырады, әрі жүйкесіне пайдасы зор. Ол үшін бір ас қасық 40 буын ұнтағына 1 стақан су құйып, 30 минут қайнатасыз. Дайын болған тұнбамен көзіңізді жуасыз. Тұнбаға мақтаны алып алып, қабағыңызға қойсаңыз да пайдасы керемет болмақ. Жалбыз көздің көру қабілетін сақтайды. Ем үшін дәріханада сатылатын жалбыз майының бір тамшысына тазартылған 100 мл су құйып, көзіңізге тамызасыз. Долана алыстан көрмейтіндерге пайдалы. Ол үшін кептірілген долананы ұнтақтайсыз. Бірдей көлемде бал араластырып, 3 ас қасықтан қабылдайсыз. Картоп көздің шаршағанын басады. Ол үшін орташа көлемдегі картопты күштен өткізіп, дәкеге саласыз. Дәкені 20 минут көзіңізге танып қою керек. Итмұрын тұнбасы көздің көру қабілетін қалпына келтіреді. Емге керегі бір шай қасық кептірілген итмұрынды 2 стақан суға қайнатып, тұндырасыз. Шамамен 20-25 минуттан соң сүзіп алып, бір ас қасық бал қосыңыз. Дайын болған тұнбаны таңертең ұйқыдан тұра салысымен және ұйқыға жатар алдында ішесіз. Ақжелкен тамыры мен лимон көру қабілетін жақсартады. Ақжелкеннің тамырын үгітіп, лимонмен араластырасыз. Оған татымына қарай бал қосып, үзбей 2 ай жүргізесіз. Емді бір шай қасықтан тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдау керек. Біз ұсынған халық емі көздің саулығын арттырады, көру қабілетін жақсартады, әрі көзіңізді тынықтырады. Құрметті көрермендер, егер де видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.